достар. Омар Салим. Selam dostlar. Dostlar, biz tauga piknikке barayын деп тұрмыз. Біз тауға бара жатырмыз, я. Бізде бүгін күн қатты ыстық болады Шымкентте. Сондықтан біз тауға барып ыстықтан сақтанатын боламыз. Я, привет. Женя көрінбей қалдың. Привет. Ал достар, олай болса видеоның соңына дейін қараңдар. Өте қызықты влог болатын болады достар. Ал, және біз қайсы тауға барамыз бүгін? Біз бүгін Сайрамдағы тауға баратын боламыз. Сайрамдағы тауға барамыз, я? Ленгірге барамыз, әлде? Сайрам жақсы, я? Қасқа суға, я? Қасқа суға барайық. Ал достар, олай болса біз кеттік, достар. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып отыруды ұмытпаңдар. И колокольчик басып. И колокольчик басып кетіңдер. Достар, Шымкент өте ыстық. Теріміз ағып жатыр. Ыстық, я, машинаның ішінде ыстық. Теріміз ағып жатыр. Тауға барып бір салқындаймыз, я? Суға түсесіңдер ма? Түспейсіңдер ма? Түсесіңдер ма суға? Түсеміз. Я, сен де түсесің, я. Омар қанша рет барды тауға? 100 миллиард бардым дейді Омар. Тауға қанша рет бардың? Али, сенші? Мен 1001. 1001 рет тауға бардың ба? Енді 1001 рет. Достар, қалада деген күн ыстық, машина көп. Бүгін жұмыс күні, я? Бүгін жұмыс күні, біз демалуға барамыз. Ана, Ау. менше енді 1001 рет бар жатыр. Қойшы, шынымен ба? Я? Достар, біз заправкаға тоқтадық. Қазір машинаны бензин толтырып алып, ары қарай жүретін боламыз. Достар, мына жақта Омар ұйықтап қалды. Али, екеуміз ояумыз. Достар, бізде осындай машинада бір маймыл пайда болды. Тоқтасақ магазинге осылай бізде маймыл шығып алды терезеге. Терезеге шығып кетейін деп отыр ғой басы. Маймыл. Әкем тез көтеріп Тез жүрейік па? Адамдар қысқасын жазбысын. Тоқтап қалған. Шегер аты. Келдік. Тауға кеп қалдық, я, Омар, я? Омар, не істейді қазір тауға барып? Достар, біз тауға келдік. Өте салқын, күшті болып тұр. Суда шықтыр. Я, судасы өте күшті шықтыр. Достар, салқын. Достар, неден жері шықтыр. Не дейсің, Омар? Судан тасасаға құстар. Достар, біз тауға келдік. Қараңдар, қандай күшті табиғат, я? Саған күшті болып тұр. Салқын болып тұр еще, я? Неге қалаға қарағанда? Өзімізбен бірге барлық заттарды алып келгенбіз, я? Керек заттардың бәрін, я? Қазір шашлик пісіреміз, картоп пісіреміз, я? Картоп отқа пісіреміз ба? Судың жағасында демалып жататын боламыз. Ау. Судың дауысы шығып жатыр ма? Ау. Үлкен тауда. Я, бұл үлкен тауларды қара. Киіз үй тұрарымызда. Киіз үй бар артында, я? Соған барамыз қазір, е? На жақта киіз үйлер бар, ана көрініп тұр ма? Соған барамыз қазір. Киіз үйлерге барамыз. Еще тауға шығамыз, я? Тауға шығасыңдар ма? Ау. Я, со жақта киіз үйлер бар. Еще елка тауларын қарсаңдаршы, өз қапты, я? Бұрынғыға қарағанда елка таулары. Біздің келмегенімізге 2 жыл болды, я? Алдыңғы жыл келген едік. Күшті болып. Қараңдар, қандай күшті өзен ағып жатыр. Өзеннің дауысынан мен дауысым анық естілмейді. Осы үлкен тал бар екен мұнда, я? Және осы талдың асты көлеңкеде отыратын боламыз. Қазір шашлик пісіреміз, я? Тамақтан болған соң, киіз үйге баратын боламыз, достар. Қараңдар, қандай күшті табиғат. Осы талдың астында жатып, және уже жайғасып алды. Жатып, салқын. Я, сосын шомыламыз, достар, салқын, прям күшті. Бізде қалада 45 градус болып жатыр, ал бұл жақта 30 градус екен, міне. Жәкең шашликтің заттарын дайындап жатыр, қазір шашлик пісіретін боламыз. Қараңдар, өте күшті табиғат. Мына жақта әкем шай қайнатып жатыр, ал мына жақта шашликке от
жағып жатыр. Мына жақта Али. Привет, Али. Мына жақта біз керек заттардың барлығын алдық. Заварка, картошка, помидор, албалық. Мен сендерге еще блинчик пісіріп алдым. Вау! Анам блинчик пісіріп апты. Ішлеп тұрып блинчик пісіріп алып шықтым сендерге дейміз бәк. Ананас, банан, алма бар. Бананас, иә. Өте күшті табиғат. Сулар ана жақта тұр. Сіздерге суды көрсететін боламын. Омар келме артынан. Қараңыздар, өте күшті. Біз міне осылай мұздатып, әңгелекті, сарағаш, кола, тағы да кола, сарағаш, қарбызды қойып қойдық. Өте мұздайды, достар. Келіп көрсеңіздер болады. Комментарийге адрес деп жазсаңыздар, білмейтіндер, сіздерге жауап береміз. Достар, әңгелек мұздай. Қарбызды да мұздай қойып атық. Қараңыздар, өте күшті. Достар, қараңыздар, біз солда не қойдық. Қазір шашлыкке күтіп отырмыз. Мен анамның көмектесіп осылай анам екеуміз істедік. Али, достар, қараңдар, біз дастарханымызды жайып қойдық. Біз почти өзіміздің жейтін заттардың барлығын алдық, иә. Ананас алдық, бананымыз бар, иә. Сәлден кейін шашлык жеп болған соң қарбыз жейтін боламыз, иә. Бірінші шашлык жеп алайық. Мұнда түтіннің иісі келіп жатыр, Омарға ұнамай жатыр. Әкесі шашлык пісіріп жатыр. Міне мұнда қараңдар. Шашлык. Сен деп қалды ма шашлығың? Сандос? Пісіп тұр дейді, почти пісіп қалды. Мұнда шайымыз қайнап жатыр. Еще мұнда күшті, осындай керемет көріністе. Қазір шай ішетін боламыз, достар. Қараңдар, еще осындай гүлдері бар жабайы. Иісі күшті келіп жатыр. Осындай үлкен талдың астында отырмыз біз, достар. Қараңдар. Үлкен осындай елканың астында. Міне. Ар жағында тау көрініп тұр, міне. Көріндер ма? Осы жерде демалатын боламыз бүгін. Кешке дейін осында боламыз, иә? Әлде қонамыз ба? Қонып кетейік па? Қонғымыз келіп тұр дейді, және қонамыз дейді. Күшті пикник болайын деп тұр енді. Шашлығымыз пісті. Қазір шашлық жейтін боламыз, Алла қаласа. Судың жағасында салқын жерде күшті болайын деп тұр енді. Шашлық күшті болайын деп тұр. Салқын жерде, таудың етегінде жеген бәрібір басқаша қоя. Жәнелар қарны ашып күтіп отыр. Ал, бисмилля қал. Достар, әкеміздің шашлығы өте дәмді болыпты. Сасауада күшті отыр ма? Иә. Енді ойнап келемін. Енді ойнап келеміз, қазір мына кусковой жеп алайық. Иә. Столдың үстін бәрін бытшын шығарды. Хатя мен Омар шашып, төгіп, жинап, сосын ойнауға барамыз, иә? Иә. Киіз үйге барамыз, иә? Иә, киіз үй. Достар, әкем шомылып жатыр, демалыс өте күшті болып жатыр. Ал мына жақта анам посуда жуып жатыр. Привет де. Привет. Достар, су мұздай. Мұздай, а? Мына жақта су ағып жатыр. Ана қырдың үстінде жүр. Қазір Алтыбақанға барамыз деп олар сол жақта жүр, бізді күтіп жатыр. Қазір барамыз, доп ойнап жатыр екен, иә? Достар, біз киіз үйдің алдына барып ойнайын деп тұрмыз. Доп ойнаймыз. Еще Алтыбақан болса, Алтыбақан теуіп қайтамыз, иә? Ана жақта киіз үй. Кеттік. Жүріңдер, кеттік. Жоқ, жолмен жүреміз ғой, Жәния. Ол жақта жол жоқ қой. Жауып тастапты, осылай жүреміз. Достар, біз келесі қырға, көрші ауылға кеттік. Әли деген сиырдың тезегін көріп аң-таң болып отыр. Қаланың баласы сиырдың тезегін көрмеген. Сиырлар бар екен, Жәния. Сиырлар деген түсте. Түскі ұйқыға кетейін деп жатыр ау деймін. Сиырлар түскі ұйқыға кетейін деп жатыр ау деймін. Либо загорать етіп отыр. Либо загорать етіп жатыр.
және күшті айтады, загорать етіп жатыр олар. Күнге күйіп қыздырынып жатыр екен. Киіз үй бар, ауылға жақындап қалдық, ауылға жақындап қалдық, қазақ ауылға келе жатырмыз қазір. Мұздың үстінен өтетін боламыз. Аяғым сырғанап жатыр менің. Төмен қарай түсіп жатырмыз. Адам көп сияқты, жаңа адам аз сияқты еді. Ерма қалай қаттағып жатқанын, достар. Міне, бізді күтіп тұр, және Хадия мен әкесі кеттік. Достар, біз қазақ ауылға келдік. Мұнда қараңдар, күшті адамдар жүр. Алтыбақанға барайықшы, Алтыбақанға, және Алтыбақанға барайық. Біздің қоңғымыз келді, достар. Естік. Қодайық ба? Кеттік. Алтыбақанға барайық. Таудың видін көрдіңдер ма, достар? Күшті ар жағында еще басында қарлар жатыр, әлі ермеген. В общем, ауасы тап-таза. Күшті демалыс болады енді. Ойнап шаршадық, достар. Енді біз киіз үйлерді көретін боламыз, көрейікші не бар екен ішінде. Жақта жамбы бар екен ататын, Омар бізде, как всегда, осылай жылап жүреді. Недовольный, как всегда. Қайтпаймыз дейді, бірақ біз шаршадық. Барып арбуз ба бірдеңе жемесек, уже неше сағаттан бері ойнап жүрміз. Ішіне еще столын қойып қойған, шай ішетін. Мына двухэтажный киіз үй екен. Екінші этаж үстінде, астында подвал бар деп қоясың ғой. Жанияға қызық болып жатыр әліге. Есігі жабық, есігі жабық қылтап қойған ғой. Бірсіне екен. Баяғыда біз ішке кіріс ойнайтын едік. Екі адам екі жағында тұрады да, ортасына бір адам кіреді. Екі жағындағы адам допты атады. Біледі екен ғой? Давай. Лақтыр, тигізу керек. Жанияға тигізу керек қой. Достар, уже күн батты. Біз деген рахаттанып ойнадық, жүгірдік, Мына сиырлар көбейіп кетті. Ау. Ана юртаны құрасырып бастаған еді, құрасырып болды. Біз местамызда ауыстырдық. Ау. Омар Хадидің өлегін айтып жатыр. Әлі тас-тасып жүр. Қазір шай қойып, тағы да бір шай ішейін деп тұрмыз, Тез күн батып кетті. Достар, айтпақшы, бізде деген қалада деген өріктер пісіп бітті ғой уже, Пісіп бітті. Ал бұл жақта өріктер енді пісіп жатыр, мынандай жасыл болып тұр. Көріп тұр ма? Өріктер жасыл болып тұр, әлі піспеген. Сонда шілденің ортасында пісін деп тұр ғой, Мына жақта өзен ағып тұр, сарқырап. Күн батып жатыр. Дос, шай қойын деп жатсың ба? Шай ішеміз ба? Уже кеш болды, қазір қараңғы болады, жылдыздың шыққанын көрейін деп тұрмыз. Бұл жақтан жылдыз өте керемет көрінеді. Сол үшін әлі кетпедік, ойнап жүрміз, әлі, Жаниялар доп теуіп жүр, әлі. Достар, біз жұлдыз көру үшін түсіндік көттік, бірақ видеоға көрінбейді екен жұлдыздар. Біз фотосын қойып кететін боламыз. Көрсетен десек, видеоға көрінбейді екен, Фотосын көріп кетеміз, соны көріңіздер. Всем пока. Бізге тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, ұмытпаңдар. И колокольчик басып кетіңіздер. Всем пока.